Сәлем достар, менің атым Камила Талғатқызы және менің YouTube-ма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің Париждағы өмірімді және қызықты жаңалықтардың бәрін айтып беремін. Егер менің өмірім туралы көбірек білгіңіз келсе, онда маған Инстаграмға жазылсаңыздар болады. Менің Инстаграм парақшам описанияда болады. Ол Камила Талғатқызы деп аталады. Мен Парижда екінші жылын бастап жатырмын өзімнің магистратурамның, және осы жылда үлкен жаңалық, мынау енді кішкене хинт. Мен Ubisoft'та социальный сетьте ассистент болып жұмыс істеймін, альтернанста. Ол не деген сөз? Мен сонда бір жыл бойы Ubisoft'та жұмыс істеймін, және Ubisoft менің универіме ақша төлейді, және маған зарплата береді. Сонда мен аптасына 3 рет магистратурада оқимын, 2 рет Ubisoft'та жұмысқа барамын. 5 күн енді жұмыс істейтін күндері. Сонымен мен сіздерге соңғы жаңалықтардың бәрін айтып кетейін. Осы бір жаңалықтардың бірі. Екінші жаңалық, мен Парижда центрда 4-ші аррondисмода керемет квартира таптым. Сіздерге квартира туралы видеоны да салып жіберемін қазір сіздерге. Қызық болатын болса, квартираны қалай тапқаным және менің Париждағы өмірім, ол туралы мен Инстаграмда да айтамын, мында да айтып кетемін. Мен бүгінгі видеоның басты мақсаты ол Парижда квартира қалай табады деген сұраққа жауап бергім келген. Көп адамдар Парижға көшкісі келеді, әрине, бірақ та Париждің ең үлкен жаман жерлерін білмейді, ол квартира табу. Қазіргі кезде Париждің өзі центрінде және Париж қаласында жаңа үйлер салу мүмкін емес. Неге? Өйткені уже бәрі толып қалған. Келсеңіз, енді бос орын жоқ. Сонда ешқандай жаңа үйлер салынбайды. Салынбаса не деген сөз? Онда жаңа үйлер жоқ, тек қана бар үйлерді сатып немесе арендаға береді. Сондықтан, егер сіз жалдап алғыңыз келсе, онда бағасы өте жоғары болады. Бір комнаталық центрдағы Париждағы квартираның бағасы 1000 евродан басталады, бірақ көп кезде 1500 евро, 1000 ең арзаны. Ал кішкентай студиялар 1000 болады, ал бір бөлме алғыңыз келсеңіз 500-ден жоғары болады. Әрине ол адресқа байланысты және үлкендігіне байланысты. Бірақ егер жақсы жер алғың келсеңіз, сонда сіз 1000 евродан жоғарырақ төлеймін деп есептеу керексіздер. Париждің квартира табуының жаман жерлері көп. Мысалы, ең бірінші бағасы дедім. Екінші, квартиралар аз болғандықтан көп адамдар квартира алғысы келеді Париждан. Сондықтан өте үлкен бәсекелестік болады. Бір квартираны қарауға барғыңыз келсе, ол жақта 20-30 адам күтіп отырады сіз сияқты квартираны алғысы келген. Сондықтан квартираны алуға сізге кем дегенде бірнеше апта немесе ай керек болады. Соған дайындалыңыздар. Сесі, әрине, Парижда квартира алғанда тек қана ақша беріп қана құтылмайсың. Сен оларға өзің документіңді көрсету керексің, зарплатаңды көрсету керексің. Және сіздің өзіңіз зарплатаңыз жетпесе, квартираға, мысалы, зарплатаңыз квартирадан 3-4 есе көбірек болмаса, онда сізге міндетті түрде 2 тал француз гаранттарын табу керек. Француз гарант дегеніміз Францияда жұмыс істейтін, француз болу қажет емес, бірақ Францияда жұмыс істейтін, зарплатасы квартирадан 3-4 есе көп адам сіз үшін айту керек. Мен мына қыз төлей алмай қалса, мен төлеймін деп өзінің иә деп айту керек. Сондай болатын болса, ғана сізге квартира беріледі. Бұл көп квартираларда солай. Сол үшін Францияда квартиралардың бәрін француздарға бірінші береді. Парижда өте көп мошенниктер көп. Квартира бойынша, мысалы, кейбірлерге квартираны көрсетпей ақша төле дейді, адамдар төлеп қалады да, одан кейін квартира жоқ болып кетеді, ақшаны қайтара алмайды. Кейбір кездерде квартираға келіп тұрып, бірақ басқа біреудің квартирасын сатып атқандай болады, не жалдап атқандай болады. Сол үшін абай болу керек. Парижда өте көп мошенниктер бар және өте көп ситуациялар болуы мүмкін. Бірақ жақсы жерлері қандай? Парижда общагалар көп, мысалы, резиденция деп атайды, Крустан бар, бұл государственный немесе приватный общагалар бар, мысалы, ол жақта бір бөлме немесе студияда тұрса болады, ол арзанырақ болады. Және екінші жақсы жаңалық, ол Париждің государствосы, мемлекеті өзі кафпен ақша береді. Каф дегеніміз ол көмек. Сонда сізге 100 евродан 200 евроға дейін көмек беріп тұрады әр айға сіздің кварталдан төлеуге. Міне осындай жақсы жерлері де бар, әрине, Париждің квартираларын табу. Бірақ Парижда сіздерге квартиралардың түрлерін көрсеткім келіп тұр. Бірнеше сіздеген қарап, сізге ұнай ма, соны білсеңіздер болады. Әрине, мен Парижға келген кезде ең жаман жері, әрине, квартираң болмай тұрып, қай жерде тұруыңды білмейсің. Көп адамдар достарында тұрады. Мен енді достарымда диван болған жоқ. Сол үшін мен Airbnb-да тұру керек болдым. Airbnb-да мен бір апта тұрдым, оған 800 евро төледім. Так что соған дайын болсаңыздар болады. Бірақ әрине, ондай жасағым келмейді, алдын ала табам деп біреуге ақша беріп қоймаңыздар, ол да мошенничество болуы мүмкін. Вот.
Сонымен сіз квартира тапқыңыз келсе осындай нәрселерден абай болу керексіздер. Ал енді қандай сайттардан квартира тапса болады, мен сіздерге оның тізімін жазып қоямын әрине описанияда. Бірақ сайттар ол La Carte de Caloc, ол деген сіз егер просто комната десеңіз басқа адамдармен бірге, потом Le Bancoin деген ол комнатанда және квартиранда іздейтін жер. Одан кейін Silogер, Pub, Particulier дейміз, Appartage, бірақ маған оны шанаған жоқ, өйткені жазу мүмкін емес ол жақта. Содан кейін ең соңғысы ол Facebooktағы группалар, бірақ ол жақта мошенниктер көп деп ойлаймын, сол үшін онша қолданған жоқпын өзім. Міне осы ең маңыздысы, және мен осы Le Bancoin арқылы тапқан болатынмын өзімнің квартирамды 2 рет. Так что сізде соны қарасаңыздар болады. Ал вообще әрине Парижде өмір сүру керемет. Ақшам болса, квартирам болса, жұмысым болса, сол үшін мен сіздерге өзім өмірім туралы көбірек айтып беремін. Бүгін кішкентай YouTube видео жасағым келген квартиралар туралы, және сізге қазір Париждағы квартиралардың видеоларын көрсеткім келіп тұр. Соны қарасаңыздар болады. Редактировать жасатқан кезде байқадым, мен сіздерге пока деп айтқан ұмытып кетіппін ғой. Рахмет үлкен видеоны көргендеріңізге, маған жазылып Париж туралы және вообще любой тақырыпта сөйле, маған айт десеңіз, комментарийға жазсаңыз болады.